Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 33-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз әліпби. Ең алдымен каналға жазылып аламыз. Бірінші жаттығу: ертегіні түсініп оқы. Түлкі мен тырна. Ертегі. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоғып-шоғып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып берді. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы сыймай, басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты. Ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Тырна қайда қонаққа келді? Тырна түлкінің үйіне қонаққа келді. Келесі екінші сұраққа: түлкі қайда келді? Түлкі қайда қонаққа келді деп сұрақ қойсақ болады. Жақсы. Келесі балалар, екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз. Бірінші әріптерді қояйық, одан кейін сөздерді ретімен айтатын боламыз. Құмыра, түлкі, көлеңке, күміс, жүзім, борғы, құдық. Енді сөздерді әліпби ретімен жазатын болсақ: бірінші борғы, екінші жүзім, үшінші көлеңке, төртінші күміс, бесінші құмыра, алтыншы құдық және жетінші түлкі деп жазамыз. Сонда біз әліпбиді өз ретімен жаздық, балалар. Жақсы. Келесі үшінші жаттығу: әліпбидегі Р әріпінің алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздерді айт. Р әріпінің алдында кездесетін әріп ол бізде П әріпі. П әріпінен келетін сөз перде. Ал Р әріпінен кейін келетін әріп бұл бізде С әріпі екен. С әріпінен кездесетін сөз сағат, сан, сату, көптеген сөздер бар, С әріпінен келетін. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып алыңдар, сау болыңдар.